Үйде сынған айна ұстауға бола ма? Бұрынғы заманнан бері келе жатқан мистикалық сенімдердің бірі бұл сынық айнаға қарамау. Бұл көне Рим наным сенімдерінен бастау алады. Сынған айнаға қараған адамның 7 жыл бойы жолы болмайды екен дейді. Және де соған орай үйде сынған айна ұстауға болмайды деп сенген. Қазіргі қазақ қоғамында үйде сынған айнаға ұстауға болмайды, сынған айнаға қарауға болмайды деген ырымдар кездесіп жатады. Ырымның шариғатта негізі жоқ болып табылады. Себебі әр нәрсені жаман ырымға балап соған сену және де соған қарай жүріс-тұрысыңды өзгерту бұл дін тәліміне теріс болып табылады. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі пессимистік түсінік, пессимистік көңіл-күй қалыптастыратын ырымдардан тыйып отырған. Әр нәрсені Алла тағаланың қалауына байланысты деп түсіндірген. Бұхарида келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам исламда жаман ырымға балау жоқ, ең жақсы фаал деген. Сонда қасындағылары фаал деген не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол сендер естігілерің келген жақсы сөз деген. Айнаның шариғат тұрғысынан үйде тұруының ешқандай зияны жоқ. Оған байланысты айтылған мистикалық ырымдар жалпы ол адам фантазиясынан туындаған дүние деп қараған дұрыс. Жалпы бұрынғы кезде айналары тым әлсіз, аса шыңғыс